Видеопад программасы арқылы видео сабақ жасау. Сіздердің сұрауларыңыз бойынша видео сабақ жасаудың бір тәсілін көрсеткім келеді. Ең бірінші видеопад бағдарламасын сайттан жүктеу керек. Ол үшін браузер арқылы www осы көрсетілген адрес бойынша кіресіздер. Міне осы сайтқа кіреміз. Осы сайтқа кіргеннен кейін скачать видео пад на Windows сілтемесі арқылы өтеміз. Сілтемесі арқылы өткеннен кейін сіздердің компьютерларыңызға мына файл жүктеледі. Ол файлды жүктеп болғаннан кейін орнатасыздар. Видеоны орнатып болған кезде экрандарыңызға міне мынандай жарлық шығады. Видеоредактор, видеопад дейді. Осы программаны іске қосамыз міне. Қосқан кезде мынандай терезе шығады. Терезеден сіздер таңдайсыздар новый проект деп. Міне мұнда қажетті видео сабаққа қажетті файлдарды осы жерге жүктейсіздер. Енді негізінен видео сабақ әзірлеу үшін көбінесе сіздерге ыңғайлы ол PowerPoint программасында дайындап алған сабақтың әзірлемелері. Сол сабақтың әзірлемелерін осы видеопад бағдарламасына қойып, дыбыстарды қосымша қосқан өте ыңғайлы болады. PowerPoint бағдарламасының өзінде звуктармен жұмыс істеу, дыбыстармен жұмыс істеу біраз қиындық туғызады. Сондықтан ең алдымен сіздер PowerPoint бағдарламасында өздеріңіздің сабақтарыңызды дайындап аласыздар. Қажетті сабақтарыңызды міне. Ағылшын тілінен болсын, математикадан болсын, грамматикалық ережелерді барлығын осы PowerPoint бағдарламасында жазған өте ыңғайлы. Осыны жазып болғаннан кейін сақтаған кезде былай сақтайсыздар. Файл, сохранить как. Енді қайда сақтайтынымызды көрсетеміз. Мысалы, создание видеоурока. Бірақ тип презентация PowerPoint емес. Мына жерден таңдайсыздар сіздер рисунок в формате JPEG деп. Сосын сохранить пернесін басамыз. Все слайды. Сақталды дейді. Енді қараймыз видеоуроки. Жаңағы слайдтарымыздың барлығы картина ретінде сақталды. Қарайтын болсақ, заты JPEG. Сонда PowerPoint-тағы слайдтардың бәрін JPEG картинасы ретінде сақтадық. Енді бағдарламаның өзіне келеміз. Бағдарламаның өзіне кіргеннен кейін мына жерде жазылып тұр. Добавить файлы или перетащите файлы сюда дейді. Бұған добавить видео или файл деген пернен басамыз. Енді мына жерде сіздерде жаңа сақтаған файлымыз қай жерде тұр? Диск C, информатика, создание видеоурока не тұр? Осыдан керекті файлдарыңызды қайтесіздер? Осында орналастырасыздар, добавить файлы деп. Енді осылар орналасып тұрып болғаннан кейін, енді айтып тұр, перетащите сюда свои видео, изображения, текстовые клипы деп тұр. Мынау уақыт шкаласы. Енді осы уақыт шкаласына жаңаға өздеріңіздің суреттеріңізді мұнда жүктейміз. Жүктеген кезде сіздер 3 секунд бойы осы сурет тұрады деп көрініп тұр. Міне мынаны іске қоссақ, көрдіңіз, 3 секунд жүреді. Енді келесі слайдты қояйық. Ол нешінші секундтан? Сонда 6 секунд болды. 3 секундтан кейін екінші слайд жүреді. Міне мұндан. Так, міне мына уақыт шкаласын қоямыз, іске қосамыз.
3 секундтан кейін басқа слайд өшті. Енді мына жерде уақыттарын оның өзгертуге болады. Қозғалтып міне. Мына жерде 2 секундтан кейін өзгеріс. Осылай неше секунд шығатын осы жерден қозғалтып өзгертесіздер. Міне 2 секундтан кейін басқа слайд ауысты. Мына жерден аздау болса былай қозғаймыз. Қиып соға болады. Сосын мына жерден керекті басқа файлдарымызды орналастырамыз. Сөйтіп біз жаңағы суреттерімізді қойдық. Енді сол суреттерге сіздер жаңағы дыбыс қосуыңыз керек. Дыбыс қосуыңыз үшін қай секундтан бастап қоясыздар, соны мына жерге орналастырамыз. Сосын мына жерде жазылып тұр: перетащите сюда ваши аудиозаписи. Егер сізде дайын аудиозапистер болатын болса, оны мына жерден қосуға болады. Добавить файлы. Сосын міне мысалы менде мына жерде дайын аудио файлдар бар. Аудио файлдарды Windows программасы арқылы да жазуға болады. Міне добавить файл, міне аудио файлыңыз түсті. Осы аудио файлды міне мына жерге қоюға болады. Бұл аудио файлдың ұзақтығы міне көрініп тұр. Міне 20 секунд көп екен. Вот осыны қай жерге керек, сол жерге дейін жылжытуға болады. Міне мына жерде аудио файлыңызды қысқартып тастадыңыз. Бірақ қысқартып тастасаңыз, сіздің сөзіңіз өшіріліп қалады. Немесе дайын аудио файлдардан басқа өзіңіз осы сабаққа дыбыс жаза аласыз. Өзіңіз дыбыс жазу үшін мұнда аудио запись дегенді басуға болады. Записать аудио или озвучить. Записать аудио. Мына жерден аудио файлыңызды қайда сақтайтыныңызды көрсетесіз. Содан кейін мынаны басамыз: запись. Закрыть. Енді біздің сөйлеп жатқанымыздың барлығы мына аудио файлға записать дегенде уже жазылады. Записать. Біздің сөйлегендеріміз мұнда жазылып жатыр. Мен қандай сөз сөйлеймін, солардың барлығы жазылып жатыр. Закрыть дегенді басамын. Міне мына аудио файлымыз мұнда түсті. Енді осы аудио файлды мына жерге әкеп орналастырамыз. Енді мынаны іске қосайық. Біздің сөйлегендеріміз мұнда жазылып жатыр. Мен қандай сөз сөйлеймін, солардың барлығы жазылып жатыр. Закрыть. Енді жаңағы суреттеріңіз қалып қойды. Мынау 13 секундтан кейін. Сіздердің суреттеріңіз қайда орналасқан? Ол мына жақта орналасқан. Осыларды қайтеміз, сәйкестендіреміз. Сіздердің жаңағы мына жердегі суреттеріңізбен мынау міне аудио дорожка, мынаны басуға болады. Мынау міне видео дорожка. Видео дорожкада міне көрдіңіздер ме? Мына жерде орналасқан сіздердің нелеріңіз. Мынадан кейін жоқ. Сіздің дауысыңыз міне мына жерге дейін бар. Суретіңіз мына жерге қалып қойды. Сондықтан суретті қайтуға болады, созуға болады. Міне былай. Мынаны былай үлкейтіп қоямыз. Енді сіздің дауысыңызбен жаңағы неңіз сәйкес келеді. Біздің сөйлегендеріміз мұнда жазылып жатыр. Міне мына жерде суретіңіз тұр. Мен қандай сөз сөйлеймін, солардың барлығы жазылып жатыр. Закрыть. Енді осы видеоның түгелін жазып болғаннан кейін, видеоға аудио дыбыстарыңызды қойғаннан кейін, оны біз видео ретінде экспорт жасауымыз керек. Ол үшін мынандай команда орындаймыз. Файл, экспорт, видео файл. MP4 болады. Мына жерде қайда сақтайсыз? Көрсетеміз. Қайда сақтайық? Видео уроки.